Қазақ ақыны Мәрия Рекинаның бейіті Кембидайық ауылынан Нұра өзенінің сол жағалауында орналасқан. Мәрия Егоровна Рекина 1899 жылы Ресейде туылған. Мұрағат деректері бойынша Мәрияның ата-анасы Ақмола өңіріне Ресейден 19 ғасырдың 70 жылдары Егор Рекин отбасымен Нұра өзенінің бойына көшіп келген. Оның әкесі шаруа Егор Үкен атты малшымен дос болған. Үкеннің ұлы Дүйсен мен Мәрия кішкентайынан бірге өсіп, бір-біріне ғашық болған. Бірақ әдет-ғұрыптар мен ырым-тыйымдар екі жастың бақытты болуына кедергі болады. Мәрияның ата-анасы қызын көрші орыс селосындағы бай адамға тұрмысқа бермекші болып, құдалықты күтіп отырған. Өзінің тең емес, өзіне ұнамаған адамға тұрмысқа шыққысы келмеген және діні, тілі бөлек болғасын, ол Дүйсенмен бірге далаға қашып кетеді. Олар көптеген қиыншылық пен тауқыметті бастарынан өткереді. Біраз уақыт бойы өзен бойын, қамыс түптерін тасалап, екі жақтан да келген қуғыншылардан қашып жүреді. Екі жастың бір-бірінсіз өмір сүре алмайтынын көзбен көрген ата-аналар қол ұстасып бірге өмір кешуге рұқсаттарын береді. Замандастарының айтуынша, ол ауылдағы ең жақсы келіндерінің бірі болған. Ауыл ақсақалдарының батасын алып отырған. Мәрия ислам дінін қабылдап, нағыз қазақ қызы атанды. Қазақтың дәстүрлі киімін ақ кимешек пен қамзол киді. Өлең шығарып, домбырада еркін ойнап ән айтқан. Алайда көп ұзамай Дүйсен дерттен көз жұмып, Мәриямен араларында ұрпақ қалмайды. Кейін Мәрия Боранбек деген ауқатты қазаққа тұрмысқа шығып, Ырсалды, Мүслім, Сапарбек, Сайлаубек есімді балалары болды. 1952 жылы тың игеру басталар алдында Мәриям дүниеден озды. Ол небәрі 58 жаста еді.